Әжем мен анамның тағдырын қайталаймын ба деп қорқамын. Қазақша мистика. Адам ерте қайтыс болып, әжем жалғыз баламен, яғни менің анамен қалған екен. Жастай жесір қалған әжем қайта тұрмыс құрмаған. Анамнан өзге баласы жоқ. Анам 14 жасқа толғанда әжем қатты науқастанған көрінеді. Алланың рахмы түсіп, мықты бір молданың оқуының күшінің арқасында аман есен қалған. Ес-түс жатқан әжемді молда 3 күн, 3 түн оқып, аман есен алып қалған көрінеді. Менің анам да жастайынан жесір қалған. Мен 2 жасқа жетпей әкем қайтыс болған екен. Одан кейін анам еш тұрмысқа шықпапты. Мен 14 жасқа толғанымда анам аяқ асты қатты ауырып, көп ұзамай өмірден озды. Дәрігерлерден ешқандай көмек болмады. Өйткені нақты диагноз қоя алмады. Оқытатын мықты молда да табылмады. Сөйтіп, анам қайтыс болып, біз әжеміз екеуміз ғана қалдық. Елдің айтуынша, анам әжемнің тағдырын қайталапты. Әжем де анам 2 жаста болғанда жесір қалған екен. Анам 14-ке келгенде әжем қатты науқастанған. Енді сол тағдырды менде қайталау мүмкін екен. Өйткені әжемнің арғы тегінде үлкен бақсы балгер аталары болған көрінеді. Кейінгі ұрпақтары сол кісінің бақсылық қасиетін ұстанбаған. Әжемнің де, анамның да жастай жесір қалуы. Баласы 14-ке толғанда аяқ асты қатты ауруы сол қасиетпен байланысты болса керек. Осыдан 2 жыл бұрын бір бақсы балгер маған: егер бата алып бақсылық жол ұстанбасаң, сен де әжең мен анаңның тағдырын қайталайсың деген еді. Ол кезде бұл сөздерге аса мән берген жоқпын ғой. Өйткені баталардай менің бойымда ешқандай ерекше қасиет жоқ. Қазір жасым 24-те. Достасып жүрген жігітім бар. Ол осы күзде үйленейік деп ұсыныс жасап жатыр. Мен бірден жауап бере алмадым. Өйткені ол ұсыныс жасағанда неге екенін білмеймін. Ойыма осыдан 2 жыл бұрын бақсының айтқан сөздері сап ете түсті. Өз ойымнан өзім шошып, іркіліп те қалдым. Ол қазірше асығыстырмайтынын, бірақ 1 айдан кейін жауап беруімді өтінді. Міне, сол бір ай уақытта тақап қалды. 10 күннен кейін нақты жауабын айтуым керек. Бірақ әлі күнге дейін не деп жауап берерімді білмей жүрмін. Өйткені бойымда әжем мен анамның тағдырын қайталаймын ба деген қорқыныш бар. Тұрмысқа шықсам, бір жазықсыз азаматтың өліміне себепші болам ба деп те қорқамын. Одан да тұрмысқа шықпағаным мақұл ма? Жоқ әлде ойымды жігітіме ашық айтқаным жөн бе? Көп ойлағаннан ба, соңғы кезде анам күнде түсіме кіреді. Үнемі түсімде анамнан не істеймін деп сұраймын да жатамын. Неге екенін анам еш жауап қатпайды. Анашым, неге ақыл қоспайсың? Неге үндемейсің деп жылап шошып оянамын. Оянып көзімді ашқанда үнемі төсегімнің аяқ жағында отырған анамды көремін. Бір қызығы, ол кезде менде ешқандай қорқыныш сезім болмайды. Шамамен 1 минут уақыт өткенде анамның бейнесі көмескіленіп жоқ болып кетеді. Бұл түсімді қалай жору керектігін де білмеймін. Әжем айтсам, сенің тұрмысқа шығатыныңды біліп келіп жүр ғой дейді. Бірақ маған бақсының әжең мен анаңның тағдырын қайталайсың деп айтқаны жайлы әжем білмейді. Айтып, ол кісінің жүрегін ауыртқым келмейді. Құрметті көрермендер, қандай кеңес бересіздер? Бижамал, Алматы облысы. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.